Сәлем қыздар, клубничный тарт дайындаймыз. Өте жұмсақ сары майға сахарный пудраны саламыз. Осының үстіне 2 желтогымызды саламыз. Массамыз жақсылап біріккеннен кейін үстіне ұнымыз бен разрыхлительді салып, қамырымызды илейміз. Бұл қамыр өте жұмсақ болады. Қолға жабыспайды, бірақ сонда да жұмыс істеуге өте приятный тесто болады. Дайын болған қамырымызды жаңа тефлоновый коврикке ұнымызды сеуіп жайып аламыз. Егер сізде тефлоновый коврик болмаса, онда пергаментке істесеңіздер де болады, немесе силиконовый ковриктің үстіне болмайтын шығар, ол может түспей қалуы мүмкін, бірақ мен оны жасап көрмедім. Осылай размерімізді келтіріп алғаннан кейін ыдысымызға төсейміз. Енді сіздер үшін көп уақыт болып кететін болса, онда былай осылай төсеп болғаннан кейін артық қамырды бүйтіп оқтаумен үстін бір жүріп өтсеңдер, артық қамыр өзі бүйтіп алынып қалады. Бірақ мен олай істемеймін. Жаңа шетінің бәрін қолмен келтіріп шыққан мен үшін ыңғайлы. Шетінің бәрін келтіріп болдым. Енді менде мына жерде артық кішкене қамыр қалып қалды. Оны әдемі солай пісіре салам, не болмаса астына бәрін жайып жіберсеңіздер де болады. Осылай вилкамен тесіп шыққаннан кейін 180 градуста 17-15 минут пісіріп аламыз. Қызарғанша мен алып жатқан кезде шетін сындырып алдым. Енді кремін дайындаймыз. Бұл жерде мен сахарный пудра, маскарпоне, творожный сыр үшеуін салдым. Енді осыны жақсылап миксермен біріктіреміз. Мен төменгі ең бірінші жылдамдықта жасадым. Енді осының үстіне сливкиді құйып тағы да миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Енді осыны жаңағы тестамыздың үстіне саламыз. Бұл пирогтың начинкасын басқаша да жасауға болатын сияқты, мысалы шоколадный жасауға болады, не болмаса осы кремге жаңағы свежий клубниканың пюресін жасап, соны миксерлегенде бірге қосып жіберіп, клубничный вкуспен жасауға болады. Мен осылай бетін пакетпен жауып қойдым, бір түн холодильникке. Енді ертесі күні уже ашып, жаңа свежий клубникамен украшение жасап шығасыздар. Мына жерде түрі көрсетілген, осындай формада кесіп, бәрін әдемелеп сәндеп қойып шығуға болады. И не болмаса, свежая малина болады ғой, сонымен полный бетін жауып қойып шықса да, тоже сочетаниесі күшті болатын сияқты. Енді осының үстіне әдемілік үшін не тающий сахарный пудра сепсеңіздер, уже басқаша көрінеді. Негізі любой пирогтың бетіне не тающий сахарный пудра сепсеңіздер, уже кішкене товарный вид болады. Просто өзін бүйтіп шығарып сата салған, ол басқаша көрінеді бәрібір.